Сәлем достар, мен бүгін маш көже жасаймын. Ол үшін маған керек заттар: май, ет, пияз, сәбіз, қызанақ, тәтті бұрыш, картоп, маш, күріш. Алдымен қызып тұрған майға етті салып, жақсылап қуырып аламыз. Еті қуырылғаннан кейін үстінен помидор, сәбіз, перецті салып араластырып, қақпағын жауып, біраз отта қуырамыз. Енді үстінен қайнап тұрған су құямыз. Қақпағын жауып қоямыз. Бұрқ етіп қайнағаннан кейін үстінен маш саламыз. Енді үстінен машты салып 10 минут баяу отта қайнатамыз. Мінекей сорпамызда қайнап жатыр. 10 минуттан кейін үстінен күріш саламыз да жақсылап баяу отта қайнатамыз. Мінекей менің маш көжем дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Және осы көженің үстінен айран қосып ішсеңіздер, дәмі тура наурыз көже сияқты болады.